Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге сиыр етінен өте жұмсақ болып шығатын қуырдақ жасап көрсетемін. Ол үшін бізге сиыр еті, картошка және пияз болса болғаны. Олай болса кеттік. Алдымен қазанымызға майымызды құйып қыздырып, одан соң етімізді салып, жақсылап қызартып қуырамыз. Жақсылап етімізді қуырылып жатқан кезде үстіне дәміне қарай тұз саламыз. Одан соң пиязды салып, бірге жақсылап қуырамыз. Астын орташа қылып қоясыздар. Және бетін жауып қуырамыз. Міне достар, видеодағыдай өте керемет болып қуырылып жатыр. Достар, мен каналымды қолдап отырыңыздар, лайк басып, комментарий жазамыз. Және салынған видеоларды аяғына дейін көріңіздер. Достар, картошкамды ірі етіп турадым. Одан кейін етіміз бен пиязымыз жақсылап қуырып болған соң, етіміз жұмсарып қалған кезде картошканы осылай бетіне салып, қазанның қақпағын жауып, тағы да қуырып аламыз. Одан соң қақпағын ашамыз да 1 стакан суды құйып жіберіп, астын жай қойып, қазанның қақпағын жауып, осылай бұқтырып қуырдағымызды пісіреміз. Мінекей достар, өте дәмді, жұп-жұмсақ сиыр етінен қуырдағымыз осылайша дайын болды. Осы әдіспен жасап көріңіздер, ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар, және жақындарыңызға таратсаңыздар болады. Достар, қуырдақ жасағанда жаңағыдай түрлі дәмдеуіштерді қоспаймын. Тек осы еттің дәмімен, өзінің суымен, согымен піскен өте дәмді шығады. Үнемі осылай жасаймын.